Егер чемпиондық белдеу көше төбелестеріндегі жеңістер үшін берілетін болса, Дастин оны 10 жасында-ақ тағып жүрер еді. Ол әкесіз өсті, әрі қылмыс деңгейі жоғарғы Лафайет қаласында өмір сүрді. Бала күнінен тым белсенді болып, бір орында тыныш отыра алмайтын. Ол бала кезінде күреспен айналысты, бірақ ол да, басқа спорт түрлері де оның жан дүниесін баурай алмады. Ол шынайы ләззатты тек төбелестерден алатын. Дастин көшеде күн сайын дерлік төбелесетін. Соның салдарынан бір күні жасөспірімдер колониясына қамалып, шамамен бір жылын сонда өткізді. Осылайша мектепті де бітіре алмай қалды. Ақша жетіспеушілігімен бетпе-бет келгенде Поре Макдональдста жұмыс істей бастады. Бірақ соны көше өмірмен және басты серуендеумен қатар алып жүрді. Оның өмірі күрт өзгерген сәт 18 жасқа толған кезі. Дәл сол уақытта жас Дастин бокс залына барып жаттығуды бастады. Біраз уақыттан кейін ол аралас жекпе-жек өнері ММА туралы білді. Менің өмірімде мен білмеген бос орын болған екен. Енді ол толды. Мен жекпе-жектерге ессіз беріліп кеттім. Кешке ұйықтағанда, таңертең оянғанда олар туралы ойлайтынмын. Күні бойы соларды ойлап жүретінмін. Жұмыста жүргенімде де санамда тек төбелес тұратын. Сол себепті ескі достарымнан және жаман ортадан алыстадым. 6 айдан кейін ол ММА-да дебют жасады. Оның қызымен бір ғана көлігі болған. Сондықтан Джоли Дастинді тек жаттығуларға ғана емес, басқа штаттағы турнирлерге де алып баратын. Таң атпай жолға шығып, оны жекпе-жектен кейін алып кету үшін қайта оралатын. 19 жасқа толуына бір ай қалғанда Поре әуесқой арасындағы алғашқы жекпе-жегін өткізді. Бір жыл бойы ел аралап, қарсыластарын жеңіп жүрді. Ал 2009 жылдың мамырында оның кәсіби дебюті өтті. Ол Аарон Суаресті жарты минуттан сәл асатын уақытта нокаутқа жіберіп, өзінің үлкен спортқа бастар жолын басады. Келесі 11 айда Дастин тағы 5 жекпе-жек өткізіп, барлығында мерзімінен бұрын жеңіске жетті. Оның қарсыластарының арасында 3-0 рекорды бар Найджел Кео және 9 жеңісі бар тәжірибелі Дрейк Кранс болды. Осы жеңістердің арқасында Поре Fighting Matrix рейтингінде бірден топ 300 қатарына кіріп, 261 орынға көтерілді. Жергілікті турнирлерде өзін жақсы көрсеткеннен кейін Дастин ірі промоушендердің назарын аудара бастады. Оған Уоктың көзі түсті. Бірақ алдымен ол канадалық Дрейк Готтеге қарсы шықты. Қарсыласы 6-1 рекордымен 250 орында тұрса да, Поре оны небәрі 57 секундта тас-талқан шығарды. Келесі жекпе-жегін ол Уокте өткізді. Қарсыласы 30 жастағы балуан Дэнни Кастелло болды. Бұл жекпе-жекте Дастин бірнеше рет қауіпті жағдайға түссе де, ақыры төрешілер шешімімен жеңісті қанжығасына байлады. Бірақ бұл жеңіс оның Уоктегі болашағын толықтай қамтамасыз ете алмады. Егер ол келесі айқаста жеңілсе, промоушеннен кетуге мәжбүр болар еді. Осы жеңістердің арқасында Поре UFC-мен келісім шартқа отырды. Себебі Уокт жабылып, оның барлық жауынгері UFC құрамына қосылды. Бірақ Дастиннің UFC-дегі дебюті күтпеген жағдаймен өтті. UFC 125 турнирінде Жозе Альдо чемпиондық белбеуін Джордж Грейпсиге қарсы қорғау керек болды. Алайда Альдо жарақат алып, жекпе-жектен бас тартты. Ұйымдастырушылар Джорджбен айқасты сақтап қалу үшін Порені жекпе-жекке қойды. Джордж сол кезде 10 жеңіс сериясымен келіп, UFC-де 1-1 рет жеңілмеген еді. Ал Поре алғаш рет 66 кг салмақ дәрежесіне түсті. Нәтижесінде ол Джорджты жойқын соққылармен басым түсіп, сенсациялық жеңіске жетті. Осыдан кейін Джордж ешқашан жеңіске жете алмай, тіпті түрмеге түсіп, мансабын аяқтады. Бұл жеңіс Дастинге әлемдік рейтингтің үздік 20 қатарына кіруге мүмкіндік берді. Ол 16-шы орынға көтерілді. Келесі жекпе-жекте ол Джейсон Янгпен кездесті. Бұл жекпе-жекте Поре толық басымдық көрсетті және төрешілер шешімімен жеңіске жетті. Осыдан кейін тағы 2 жекпе-жек өткізіп, екеуінде де мерзімнен бұрын жеңді. Оның сол кездегі құрбандарының бірі қазіргі UFC жұлдызы Макс Холлоуэй болды. Келесі маңызды кезең Корей Зомбимен жекпе-жек. Бұл айқаста Поре жақсы қарсылық көрсеткенмен 4-ші раундта дарс удушение қабылдап жеңіліп қалды. Бұл жеңіліс оның мансабына әсер етті. Ол рейтингте 26-шы орынға түсті. Дастин бұдан сабақ алып, дайындық деңгейін жақсарту үшін Флоридаға көшіп, Америка топ тимге қосылды. Бұл залда оған бұрынғы чемпион Майк Браун жетекші етті. Бұл шешім оның мансабындағы ең маңызды қадамдардың бірі болды. Дәл ауыр жеңілістен кейін 7 ай өткен соң Дастин Поре жеңімпаз Джонатан Брукинске қарсы шықты. Және оған жақында өзі есінен танып қалған дәл сол тұншықтыру әдісін қолданды. Көп ұзамай UFC-дің алғашқы рейтингі жарияланды және Поре 7-ші орынға жайғасты. Дәл капсулының артынан чемпиондық белбеу әлі де Жозе Альдоның белінде еді. Басты үміткер Чет Мендес, ал олардың артынан Рикардо Ламос пен Корейлік зомби ілесті. Жеңістер сериясын тезірек бастау үшін Поре қысқа мерзімде капсулға қарсы жекпе-жегін қабылдады. Дайындалуға бір ай жетер-жетпес уақыт қалды. Ал Дастиннің салмағы шамамен 82 кг еді.
матчмейкерлер сұрақ қоймау үшін ол салмағы туралы сәл өтірік айтып салмақ қууға кірісті. Бұл оның мансабындағы ең ауыр әрі азапты дайындықтың кезеңі болды. Бірақ ол салмақ өлшеу рәсіміне қажетті көрсеткіш орындады. Свонсон 3 нокауттық жеңіс сериясымен келе жатқан, бірақ Дастин оған лайықты қарсылық көрсетті. Ол жақсы қарқын сақтап, қашықтықты бақылап, бірнеше тейкдаун жасады. Алайда Свонсон раундтарды күшті соққылармен өз пайдасына шешті. Бұл жекпе-жектен кейін Дастин Луизинға қайтып, не істеу керек екенін түсіне алмай жүрді. Осы кезде оның әйелі қолдау көрсетіп, медициналық колледждің оқуын тастап, онымен бірге Флоридаға кетті. Осындай қолдаудың арқасында жаттығуларға толықтай беріліп, 3 жеңісті қатарынан алды. Бұл жеңістер Дастинді рейтингте 5-ші орынға көтерді. Дәл Кап Свонсонның артынан. Поре оған қарсы реванш өткізуді қатты қалады. Бірақ орнына өзін Конор Макгрегор күтіп тұрғанын білді. Ол кезде ирландиялық боксшы өзінің тамаша мансабын енді ғана бастап келе жатқан. Бірақ қазірдің өзінде талай айқасқа шақырылып, өзінің мінез-құлқы мен октагондағы жауынгерлердің жартысын ашуландырып үлгерген. Салмақ өлшеу рәсімінде Поренің тым эмоцияға беріліп кеткені анық көрінді. Ол жекпе-жекке тым қатты арлық есікті айқара ашты. Ал Поре үшін мансабындағы тағы да бір маңызды бұрылыс болды. Ол аздап үзіліс алып, жартылай жеңіл салмақтан бір жола кетті. 70 килограммда чемпион болатынын жариялады. Келесі айқаста Дастин Диего Феррейраны нокаутқа жіберді. Одан кейін тағы да бір қарсыласын дәл осылай жеңді. Осы жеңістердің арқасында Поре жеңіл салмақта рейтингте 15-ші сатыға көтерілді. Алда Нейт Диаз, Бенил Дариуш және Эль Яктиван тұрды. Чемпион Рафаэль дос Анос еді. Ал оның негізгі қарсыластары Энтони Петтис, жеңістер сериясы 8 жекпе-жекке жеткен Тони Фергюсон және жарақаттармен әлек болған Хабиб Нурмагомедов болды. Кейін Дастин рейтингте 13-ші орынға көтерілді және өзіне қарсылас ретінде Джозеф Дафиді алды. Ирландиялық файтер UFC-де 2 жекпе-жек өткізіп, екеуінде де бірінші раундта жеңіске жеткен еді. Промоушн оның болашағына үлкен үміт артты, өйткені ол Конор Макгрегорды жеңген соңғы адам болатын. Жекпе-жек Ирландияда өтетін болды. Бірақ Дафи жарақатына байланысты кездесуге 3 күн қалғанда турнирден шығып кетті. Олар UFC 195 турниріне кездесті. Бірақ айқас басты картынан шығып, Fighting Pass-ке ауыстырылды. UFC басшылығы ирландиялық көрермендерге ыңғайлы уақытты таңдауды көздеді. Жекпе-жек көрермендер саны бойынша Fighting Pass-ың рекордын жаңартты. Поре айқасты жақсы бастап, Дафидің мұрнын сындырып жіберді. Кейін оны күрес арқылы басымдыққа алып, сенімді жеңіске жетті. Бұл оған рейтингте 12-ші орынға көтерілуге мүмкіндік берді. Бірақ мұрнындағы жарақатты емдеу үшін жарты ай бойы демалыс алды. Кейін Дастин тағы бір бой өткізіп жеңіске жетті. Бұл оның алғаш рет топ 10-ға кіруіне мүмкіндік берді. Кейін Поре 10-ші орында тұрған Майкл Джонсонға қарсы шықты. Джонсон рейтингте төмендей бастағанымен, оның дивизиондағы ең жылдам қолдары бар еді. Поре соққы алмасу кезінде қателесіп, нокаутқа түсті. Сол кезде чемпион Эдди Альварес белдігін жоғалтуға дайындалып жатты. Ал Хабиб Нурмагомедов пен Тони Фергюсон арасындағы жекпе-жек біресе жоспарланып, біресе болмай қалатын. 2016 жылдың соңында Поре Джимми Миллерді тартысты жекпе-жекте төрешілер шешімімен жеңді. 3 айдан кейін Эдди Альвареспен айқасты. Бірақ заңсыз тіземен ұру себебінен жекпе-жек no contest болып саналды. Бір жылдан соң қайта кездесіп, Поре 2-ші раундта техникалық нокаутпен жеңді. Нейт Диазға қарсы жекпе-жекке жарақатына байланысты шықпаған соң, Дастин Фергюсонның орнын басып, Макс Холлмен уақытша чемпиондық үшін айқасты. 5 раундтық тартыстан кейін жеңіске жетіп, UFC белбеуін беліне тақты. 2019 жылы Абу-Дабиге Хабибке қарсы айқасты. 3-ші раундта тұншықтыру әдісімен жеңіліп, чемпиондық белбеуден айырылды. Бұл жеңіс оған ауыр тисе де мансабын жалғастырды. 2020 жылы Дан Хукермен 5 раундтық жекпе-жекте жеңіске жетіп, 2021 жылы Конор Макгрегормен 2 рет кездесіп, алдымен нокаутпен, кейін Макгрегордың жарақатына байланысты техникалық нокаутпен жеңді. UFC 269 турнирінде Поре Оливейраға қарсы чемпиондық белбеу үшін айқасты. Бірінші раундта жақсы соққылар жасаса да, 3-ші раундта тұншықтыру әдісімен жеңіліс тапты. 2022 жылы Майкл Чендлерді жеңіп, үздіктер қатарына қайта оралды. 2023 жылы Джастин Гейджимен айқасты. Бірақ 2-ші раундта нокаутқа түсті. Дастин Поре UFC тарихындағы ең мықты файтерлердің бірі. Ол әр жекпе-жекте барын салып, ешқашан беріле салмайтын спортшы екенін дәлелдеді. Оның болашақтағы қадамы уақыт еншісінде.